Сәлем, осы аптаның басты жаңалықтарына шолу жасайық. Ресейлік депутат Вячеслав Никонов Первый канал арнасындағы «Большая игра» шығарылымда назар аударыңыз, Қазақстан болмаған деп мәлімдеді. Казахстана просто не существовало, Северный Казахстан вообще не был заселен. Осы жерде Владимир Познер бірақ қазақтар болды ғой деп араға сөз қосқанымен, спикер тоқтамастан қазақтар тек оңтүстікте болғанын, ал солтүстік Қазақстан Ресейдің сыйы деген сөзін айтады. И, собственно, территория Казахстана – это большой подарок со стороны России, Советского Союза. Вячеслав Никонов өзі тарих ғылымдарының докторы, жазушы, саясаттанушы. Қазіргі мемлекеттік думаның депутаты. Әкесі Алексей Никонов НКВД-ның бұрынғы қызметкер екенін айта кетейік. Әкесі де, шешесі де тарих ғылымдарының докторы болған екен. Бірақ шынын айту керек шығар, тарихшы болсаң, өзің зерттеген тарихи кезеңді ғана жақсы білесің демек. Дәл осы Никонов қорғаған диссертациясы солтүстік Қазақстан тарихына тіпті де қатысы жоқ. Зерттеу тақырыбы ақш республикалық партиясы. Бұл кандидаттық диссертациясы. Ал докторлық диссертациясы екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі ақш республикалық партиясының идеялық саяси дамуы. Бұл интернет бетіндегі ашық жатқан мәліметтер. Жалпы Никоновтың тарихи көзқарастары бұған дейін де талай сыналған екен. Мысалы, кеңестік атақты тарихшы Лев Клейн оның біз ари ұрпағымыз деген күлкілі көзқарастарын дилетанттық әрі антиғылыми деп атапты. Солтүстік Қазақстан Ресейдің сыйы дегендерге енді өз тарапынан мынадай тарихи деректерді келтірейін деп отырмын. Біздің заманымыздан бұрынғы 3000 жылдықтың басында дәл осы солтүстік Қазақстанда шаруашылық болғанын растайтын еңбек бар. Мұны біз емес, Виктор Зайберт деген неміс ғалымы, жай ғалым емес, тас дәуіріндегі ескерткіштерді зерттеген археолог айтқан. Оның монографиясында атбасар мәдениеті туралы егжей-тегжейлі баяндалған. Ал бұл төменгі палеолит дәуірі. Содан қазірге дейінгі атбасар атауы келе жатыр. Ақмола облысындағы Атбасар ауданының орталығы осы себепті осылай аталады. Қалай ойлайсыз, Ресейдің сыйы ма екен? Ол аз десең, солтүстік Қазақстанда Атбасар қорығы да бар. Ақмола облысының солтүстік батысындағы эрозиялық тектоникалық жазық та Атбасар деп аталады. 19 ғасырдың ақыры мен 20 ғасырдың басындағы Атбасар қаласының маңында жыл сайын өткізілген тарихи еңбектерде талай аталған дәстүрлі жазғы жәрмеңкеде дәл осылы Атбасар жәрмеңкесі деп аталған. Жақсы, тарихтың бергі бізге жақын кезеңіне тоқталып көрейік. Жалпы солтүстік Қазақстандағы қазақтар орта жүзге жатқан. Қазақтың көптеген тарихи тұлғалары да осы жерден шыққан. Жалпы орта жүздің мекендеген территориясына назар аударып көріңізші. 19 ғасырларда орта жүз қазақтарының саны 1.350.000 болған. Сол өңірдегі керей наймандарды қоссаңыз тіпті 1,5 миллионға жете қабыл. Солтүстікте қазақтардың азаюына 20 ғасырдың басы себеп болды. Одан кейін 32-33 жылғы ашаршылықтан кейін бұл өңірде адам саны 20-25%-ға дейін азайып кеткен. Тек 90 жылдары солтүстікте қазақтар көбейе бастады. Ал орыстар мұнда қашан келді деген сұрақ пайда болады. Алғашқы орыс қоныстары бұл өңірде 17 ғасырда пайда болды. Ал шын мәнінде көбейген уақытта 19 ғасыр саналады. 19 және 20 ғасыр басында орыстардың үлесі переселендердің көбеюімен кеңес заманында тың игерумен тікелей байланысты. Алайда 60 жылдары сол ауып келген орыстар тарихи отанына қайта бастады. Әсіресе 90 жылдары қатты азайып кетті. Мұның бәрін ойдан құрастырып отырғанымыз жоқ. Тарихи еңбектер тізімін осы видеоның сипаттамасында жазып қойын. Тексергісі келгендер болса мархабат. Осындай мәлімдемелерден кейін Ресейді неге ешкім жақтырмайды деп шын көңілмен түсінбей отыратындар бар. Ал мұндай Никонов сияқты депутаттардың сөзіне мән берудің де қажет шамалы. Бірақ мемлекеттік территориялық тұтастығымызға тіл тигізіп, көз аларту думада отырған депутаттың іс емес екені анық. Сондықтан Қазақстанның сыртқы істер министрлігі бұл сөз үшін нота жолдап түсінік талап ету керек деп ойлаймын. Осы аптада тағы бір тақырып көп талқыланды. Қарағанды облысы Ұлытау ауданында көкбөрінің ескерткіші қойылыпты. Биіктігі 9 метр. Аудан әкімдігінен 30 шақырым жерде екен. Мүсін металл каркастан салынып, сырты пластиктен қапталған. Әкімдіктегілер -60 градустан +60 градусқа дейінгі температураға шыдас береді деп отыр. Әкім Берік Әбдіғалиұлы бұл ескерткішті қоюдағы басты мақсат этнотуризмді дамыту деп отыр. Көңілге медеу болатыны, бұл ескерткіш мемлекеттік бюджеттен емес, демеушілер ақысына салынған екен. Біреулер мұны мультфильмдегі қасқырға да ұқсатып жатыр енді. Бірақ менің ойымша әп-әдемі, ешқандай да ұқсастығы жоқ. Алматы облысы Талғар аудандық ауруханасының бас дәрігері осындай қылығымен көзге түсті. Life.kz YouTube арнасының блогерлері бұл кісімен сөйлесу үшін ауруханаға да барған. Алайда дәрігер я жұмыс орнында болмаған, я блогерлермен кездесуге шықпай қойған. Артынша тәртіптік комиссия бұл дәрігердің қылығына баға беріп, соңы оған
қатаң сөгіс жариялаумен аяқталыпты. Соңғы кездері жиі байқайтыным, кімде-кім осындай бір билік қолына тие қалса, нағыз шенеунік образына кіріп алатын болыпты. Сен қарапайым халықпен кездесіп отырсың емес пе? Қалайша мұндай эмоцияға жол беріп, жоғарыдан сөйлейсің? Түсіне алмай кететін шығармын бұндайларды. Аптаны жағымды бір жаңалықпен қорытындылайықшы. Ақтөбе облысындағы Сұлукөл ауылының әкімі 5 баланы өрттен аман алып қалды. Бұл тақырып көп талқыланып, көпке жете қойған жоқ енді, бірақ Астанада дәл осындай 5 бала өрттен қайтыс болған оқиға бәріміздің де есімізде шығар. Сондықтан бұл оқиғаның қандай маңызды екенін ұғып отырмыз. Балаларды құтқарған әкімнің аты жөні Нұрдәулет Смағұлов екен. Жасы бар болғаны 28-де. Батыр деп осы жігітті айтсақ болады. Жалпы ел басқару ісіне осындай кең жүректі батыл жігіттер келсе дейсің. Осы аптада кең талқыланған және сіздердің назарға ілігуі тиіс ақпараттар осындай болды. Лайк басып, каналға жазылыңыз, пікір жазыңыз.